1 жыл болды. Мамыр айында 1 жыл болады. Тәлімгерлік жобасы бойынша бір балаға, жетімдер үйіндегі бір балаға тәлімгермін. Сол тәлімгерлік жобасына негізі мен бір 2-3 жыл дайындалып бірақ келдім. Бірден келуге біраз қорқыныш болды. Бір балаға деген жауапкершілік алу, екіншіден өзім балаларым кішкентай болды. Міне ғана садикке, балабақшаға міне ғана барып жатыр да, оны балабақшаға беріп, мен екінші балаға міне наставник болдым. Бұл жоба туралы осы жобаның психологы Назигүл Абылқасықызынан естіп, көріп жүретін, ылғи қызығушылық танытып, сұрап жүретін. Жалпы бұл менің бір азаматтық борыштарымның бірі деп ойлаймын. Себебі барлығымыздың өзіміздің расымен күйбең тіршілігіміз бар, жұмысымыз бар, бала-шаға. Дегенмен де бұл балалар ертең өсіп, осы қоғамда менің балаларыммен бірге өмір сүреді. Сондықтан да бұл қоғамды барынша қауіпсіз ету, барынша бұл балалардың жағдайын жасау, ертең ересек өмірге келгенде бұлар да әлеуметтік бір күнделікті тұрмыстық әрекеттер жасай алуына мен де бір себепші болғым келеді.